Сәлеметсіздер балалар. Отыра қойыңдар. Бүгін сыныпты болды ма? Жақсы отыра қой. Балалар, бүгінгі сабағымызды жақсы тілекпен, жақсы ниетпен бастау үшін қазір барлығымыз өрмекші арқылы бірімізге жақсы тілек, жақсы ниет айтатын боламыз. Кәне барлығымыз ортаға келейік. Шеңбер жасап тұрайық. Қане тез келеміз. Шеңбер жасап тұрамыз. Елдар келе ғой. Бізде Нұрсәлі келе ғой. Мында. Айдана, бүгінгі күніңе сәттілік тілеймін. Рахмет. Нұрсәуле бүгінгі сабақта жақсы баға ал. Медет бүгінгі күнің ерекше өтсін. Нұрай бүгінгі күнің көңілді өтсін. Сәния, бүгін ерекше көрікті болып тұрсың. Тілек, бүгінгі күнің өміріңдегі ең бақытты күндердің бірі болсын. Жәнібек бүгінгі күнің сәтті өтсін. Елдар, бүгінгі күнің жарқын болсын. Бүгінгі күнің сәтті өтсін. Рахмет. Кәне балалар, орнымызға отырамыз. Балалар, өткен тақырыбымыз бойынша үй тапсырмасын қайта өтейік. Өткен тақырыпта үй тапсырмасын қандай тапсырма берілді? 46 жаттығу есептері. Біз қазір 46 жаттығу есептерін learning apps платформасы арқылы орындайтын боламыз. Қане, есептерді кім шығарып берді? Бірінші есепке кім жауап берді? Жәнібек айта ғой. Бірінші есептің жауабы f(x) 1 бөлінген 2x қосуға 5. Кәне көреміз. Дұрыс, жарайсың, отыра ғой. Кәне екінші есепке кім жауап берді? Сәния айта ғой. Екінші есептің жауабы f(x)тен 9x квадрат қосылған 12x азайтылған 5. Кәне көреміз. Дұрыс, жақсы, жарайсың, отыра ғой. Кәне үшінші есепке кім жауап берді? Нұрсәуле айта ғой. Үшінші есептің жауабы -4x + 4. -4x + 4. Өте дұрыс, жақсы, жарайсың. Келесі төртінші есебімізді кім айтады? Төртінші есебімізді Тілек айтады. Төртінші есептің жауабы f(x)тен 3x квадрат азайтылған 5. Дұрыс, жарайсың. Жақсы, барлығымыз осылай үй тапсырмасын орындадық деп ойлаймын. Енді бүгінгі жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын мынау видеороликті барлығымыз назар аударайық. Жер шарының халқы тоқтаусыз өсіп келеді. Дүние жүзі бойынша әр секунд сайын 4 бала дүниеге келеді. Біздің барымызда, нарымызда балалар болғанымен ғалымдар халық санының көбеюі, азық-түліктен бастап энергия ресурстарының жаппай жетіспеушілігіне әкеліп соқтырады деп дабыл қағуда. Сарапшылардың пікірінше, жер шары 9-10 миллиард адамды ғана асырай алады екен. Ал бүгінде адамдардың саны 7 миллиардтан астам. Қазақстанда да халық саны артуда. Балалар, енді бүгінгі сабағымызды видеороликта айтып өткендей, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осы видеороликта не түсіндіңдер? Халық саны өскен сайын не жетіспей жатыр? Сондай жетіспейді. Яғни біздің бүгінгі тақырыбымыз онда өсу және кему. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы функцияның өсу және кему аралықтары. Сабағымыздың мақсаты функцияның аралықтары өсу мен кемуінің қажетті және жеткілікті шарттарын білу және функцияның өсу кему аралықтарын табу. Енді бүгінгі күнге ретінде осы сабақ тақырыбын жазамыз. Қазір осы тақырыпқа байланысты есептер шығарамыз. Барлығымыз қараймыз, қандай да бір бізге функция берілсін. Яғни f(x) болып кейін бізде -2x-дің кубы қосылған 6x қосылған 5 деген бізге қандай да функция берілсін. Біз өсу кему аралығы үшін ең бірінші осының туындысын табамыз. Яғни туындысы бізде -6x квадрат қосылған 6. Біз туындысын таптық, сан туындысын өрмейдік. Енді осы тапқан туындымызды нөлге теңестіреміз. Кейін нөлге 6x квадрат x квадрат жолда теңізде 1-ге. Енді 3x табатын болсақ, x-іміз тең 1-ге. Яғни біз плюс-минус деген екі нүкте таптық. Осы екі нүктемізді енді сан жүйесіне саламыз. Яғни -1 деген нүктені белгілейміз.
және үстің сегменттені белгілей боламыз. Енді аралыққа бөлеміз. Біздің x квадратымыздың алды минус болғандықтан біз сөздерді минустан бастаймыз. Енді балалар қарасыздар, минус аралық бізде функцияның кем аралығы, ал плюс аралық бізде функцияның плюс аралығы саналады. Онда біз өсу кем аралықтарын жазайық. Минус x-тен бастап минус 1-ге дейін және 1-ден бастап 3x-ге дейін біздің кем аралығы. Енді өсу аралығымызды болсақ, минус 1-ден плюс 1-ге дейін, иә? Бұл бізде функцияның өсу аралығы. Өте дұрыс балалар, жарайсыздар. Енді осы тақырыбын өткен сабағымызға сәйкес қазір топқа бөлеміз. Барлықтардың алдарында әлеуметтік желілер тұр, күнде жатырған. Барлығымыз өзімізге ұнайтын әлеуметтік желіні аламыз. Алдардан сыртында бізде 1 және 2 деген цифр арасында. Яғни 1-лер бірінші топ, 2-лер екінші топ. 1-лер бізде мына функция тобы болсын, 2-лер бізде туын тобы болсын. Кәне, кімде 1, кімде 2? Бізде бірінші топ функция тобы, екінші топ туын тобы. Жақсы, отырамыз. Жақсы. Енді біз топқа бөлініп алсақ, біз топпен саудагер деген әдісті есептен шығаратын боламыз. Менің банкімде 10 мүлік, 5 мүлік, 2 мүлік ақшалар жасырылған, әр ақшаның құнына қарай сыртында есептер жасырылған. Енді сендер өз банктерге осы ақшалар сыртындағы есептерді шығару арқылы, дұрыс шығару арқылы өз банктеріне жинайтын боласыңдар. Қай топ көбірек ақша жинайды, сол топ бізде жеңіске жеткен болып саналады. Қане келеміз. Тез аламыз. Функция тоже жақсы. Өте жақсы, жарайсыңдар. Жарайсыңдар. Келесі. Өте жақсы болады. Жақсы балалар, уақытымыз тоқтады осымен. Болды, енді орнымызға отырайық балалар. Орнымызға отырайық. Жақсы функция жақсы, енді әр топтың ұпайсаны санайық, иә, бізде. Бірінші бізде функция тобын санайық, бірінші топ функция 2000, 3, 8, 18, 23. Бізде яғни функция тобы 23 ұпай жинады деп санайық. Екінші туынды тобымыз 10 000, 15 000, 25 000, 27 000. Онда біздің өзен көріп тұрғандай, яғни туынды тобы бізде жеңіске жетті. Жақсы, жарайсыңдар балалар, барлықтан белсенді өте жақсы жұмыс жасайтындар. Жарайсыңдар балалар, екі топтар өте белсенді жұмыс жасады. Бізде туынды тобы жеңіске жетті. Функция тобы қалысқан жоқ, бізде функция тобы өте белсенді жұмыс жасады. Енді балалар, қазір жекелей жұмыс жасаймыз. Атөк парағында бізде
Mana есептер берілген, әрқайсысына бір-бірден беремін. Бұл есепті мынау берілген дискриптор бойынша шығарамыз. Берілген функцияны туындысын табамыз бірінші, және оны кеңістіктер арқылы шешеміз, яғни көмілден көмілден шығарамыз. Берілген теорема бойынша функциялардың өсу кему аралықтарын табамыз. Және функция тобына төртеуге келесі тобына төртеуге. Және барлық есепті шығарамыз өзімізге берілген есепті. Бірінші не істейміз? Онысын табамыз. Шығарамыз. Дұрыс. Онысын табамыз. Оны кеңістіреміз. Дұрыс өте. Плюс минусты белгілейміз. Яғни минус аралық бізде кему аралығы, плюс аралық бізде өсу аралығы бұл табылады. Өте жақсы. Айдана. Белгілей плюс минус 3 шықта. Дұрыс. Кемейді өсір. Медет болдым. Дұрыс. Медет жай жақшы. Дұрыс болды. Өте жақсы. Дұрыс. Сәле. Дұрыс. Өте жақсы. Келесін. Өте жақсы. Келесі кім? Қалай келе ғой? Кемейді өседі. Жақсы келесі. Жақсы. Жақсырамыз. Келесі. Бір әкелі ғой. Шағып қой. Жақсырамыз. Мұнда. Бізде балалар енді өскен көрінімізде не пайда болды? Жоғарыдағы бізде парабола пайда болды. Бұл параболада бұлда да функцияда өсу және кему аралықтар бар. Яғни минус шексіздіктен бастап минус 1-ге дейін есеп отыр, кемі бар, минус 1-ден бастап плюс шексізге дейін өсіп жатыр. Яғни біздің бүгінгі өткен тақырыбымыздың график түрінде қарасақ осындай болады. Енді біз бүгінгі сабағымызға, мысалы қорытынды жасай келе, бүгінгі сабағымызға рефлексия беретін болсақ, барлығымыз мен қазір телефондарға сілтеме жіберемін. Сол сілтеме бойынша бізде Mentimeter деген платформа арқылы барлығымыз бүгінгі сабағымызға кері байланыс, яғни рефлексия беретін боламыз. Барлығымыз телефонымызға мен қазір барлықтарға жіберемін. Сілтеме жіберетін боламын. Бүгінгі сабағымызды қорытындай келіп, балалар, бүгінгі сабақтан алған әсерімізбен Mentimeter платформасы арқылы бөлісеміз. Барлықтардың телефондарына сілтеме жіберді. Сол жіберілген сілтеме арқылы бүгінгі сабақтан не ұнады, не ұнамады, не қиын болды, не оңай болды. Қазір барлығымыз бүгінгі сабақта қатты ұнады, қызықты болды, оңай болды, аздап қиын болды деп жатыр балалар. Жақсы, балалар, бүгінгі сабақ барлықтан өте белсенді қатыстыңдар, барлықтарына рахмет. Бүгінгі сабақта Сәния 9 балл, Нұрай 8 балл, Тілек 7 балл, Жәнібек 7 балл, Медет 9 балл, Айдана 8 балл, Нұрсәуле 7 балл, Елдар 7 балл. Бағаларды күнделікті жеттен көретін боласыңдар. Енді бүгінгі сабағымыздың өткен тақырыбымыз бойынша келесі сабаққа үй тапсырмасы. Барлығымыз 103-ші ашамыз, 103-тегі 47-те 4-ші есепті шығарып келеміз. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Жақсы, сау болыңдар.